Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз домашний лагман жасаймыз. Ол үшін етті жұқалап турап, тұз бұрыш салып, соевый соус құйып, 1,5 сағатқа мариновать етуге қоямыз. Біздің етіміз дайын болғанша тестасын жасаймыз. Ол үшін жылы су, жұмыртқа, тұз қосып, қатты теста илейміз. Тестамыздың иі қанғаннан кейін дәп видеодағыдай жасасаңыздар болады. Лагман тестасын видеодағыдай созып алғаннан кейін қайнап тұрған суға 5 минуттай пісіріп аламыз. Пісқаннан кейін арасына сұйық май құюды ұмытпаңыздар. Біздің тестамыз осындай жұқа әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Біздің жаңағы мариновка жасап қойған етімізді осылайынан қысып тұрған майға 5-10 минуттай қуырып аламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне сарымсақ, чеснок салып, тағы да 2 минут қуырамыз. Және арасына томат салуды да ұмытпаңыздар. Өз қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Мен мына жерде сәбіз қостым, жаңағы капуста қостым, әртүрлі көкөністер қостым. Сіздер өз қалауларыңызбен істесеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасасаңыздар, тесталарыңызда өте жұқа әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.